Эллиот Роджер 2014 жылы 23 мамырда Калифорнияның Исла-Виста қаласында 6 адамды өлтіріп, 22 адамды жаралап, соңында өз өмірін қиған американдық студент өлтіруші Роджер 1991 жылы 24 шілдеде Лондонда дүниеге келген. Оның ата-анасы британдық кинорежиссер Питер Роджер, оның атасы фотожурналист Джордж Роджер болған. Отбасы кейінірек ақш-қа қоныс аударып қоныстанады. Роджер Лос-Анджелесте, Калифорнияда өсті. Оның ата-анасы кейін ажырасып, әкесі екінші ұлын дүниеге келген Марокко актрисасы Сумая Акабунаға қайта үйленеді. Роджер 8 жасынан бастап психиатриялық емдеу, соның ішінде әртүрлі психикалық аурулар мен бұзылуларға арналған дәрі-дәрмектерді қабылдау керек болған. Алайда ол дәрілердің ешқайсысын қабылдамаған. Роджердің анасы оның Аспергер синдромымен зардап шегетініне сенімді екенін айтты, бірақ оған ешқашан дамудың бұзылуы деген диагнозы қойылмаған. Мектепте Роджер қатты күйзеліп, ол достар таба алмайтынын айтты, бірақ кейінірек адамдар оның достық қарым-қатынас жасау әрекеттеріне қарсы екенін айтты. Бір кездері ол YouTube-те жеке аккаунты мен онлайн блогын жүргізе бастайды. Ол сонымен қатар моносфераға түскен онлайн қауымдастықтарға жиі барады. Ол әдетте мизогиния және антифеминизммен байланысты болады. Ол Санта-Барбара колледжіне түсу үшін 2011 жылдың 4 маусымында Исла-Виста қаласына көшеді, бірақ ол кейінірек 2012 жылдың ақпан айында оқуын тастайды. Қыркүйектен бастап Роджер ата-анасы мен әжесінен жинаған қалта ақшасын пайдаланады. Ол тирлерді аралап, 3 түрлі қаладан 3 тапанша, Glock 34 және 2 Sig Sauer P226 тапаншасын сатып алады. Ол сондай-ақ менің бұралған әлемім Эллиот Роджердің тарихы деп аталатын манифестін жаза бастайды. 2014 жылдың 25 қаңтарында Роджер өзінің досы Чэнг Юан Хонгты тұтқындап, оны өзіне тиесілі шамдар жиынтығын ұрлады деп айыптайды. Ұсталғаннан кейін Хонг ұсақ ұрлық бойынша айыпты мойындайды. Бірақ полиция дәлелдердің жеткіліксіздігіне байланысты істі тоқтатады. 30 сәуірде Роджердің ата-анасы оның YouTube-тегі бейнелерін көріп үрейленеді. Сондықтан олар полицияға хабарласады. Алайда полицейлер Роджерден оның пәтерінде сұхбат алған кезде, олар ол ұстау критерийлеріне сәйкес келмейді және оның тұрғылықты жерін заңды түрде тінтуге ешқандай себеп жоқ деп шешеді. Сондықтан олар кетіп қалады. Алайда ол кезде Роджер өлтіруді жоспарлаған және оның қолында 2 тапанша болған. Ол өзінің манифестінде тінту оның жоспарларын бұзатынын мәлімдейді. Оның манифестіндегі бір сөзінде, бұл соғысты мен бастаған жоқпын. Бірінші соққан мен емес едім. Бірақ мен оны кері соққымен аяқтаймын. Мен бәрін жазалаймын. Бұл әдемі болады. Ақыры бұл әлемге менің шынайы құндылығымды көрсете алады делінген. 2014 жылдың 23 мамырында Роджер өзінің ашуын 3 адамды пышақтап өлтіруден бастайды. Олар Хонг, оның досы Чэнг және олардың досы Уэйхан Ванг болатын. Сағат 21:17-де Роджер Эллиот Роджердің жазасы атты соңғы YouTube бейнебаянын жүктеп салады. Содан кейін өз манифестін 34 адамға, оның ішінде ата-анасы мен басқа отбасы мүшелеріне, мектеп мұғалімдері және бала кездегі достарына жоспарлары мен мотивацияларын баяндайды. Содан кейін ол Калифорния университетінің жанындағы Альфа Фи сорорлық үйіне ішіндегі барлық адамдарды қырып жою ниетімен барады. Оның алдыңғы есікті қағуы жауапсыз қалғанда, Роджер жақын жерде болған 3 әйелді атып, Кэтрин Купер мен Вероника Вайсты өлтіріп, Бианка де Кокты жаралайды. Содан кейін ол қалаға қарай жүріп, BMW көлігінің ішінен Кристофер Майклс Мартинес есімді студентті атып өлтіреді. Майклс Мартинесті өлтіргеннен кейін Роджер Дейли Март ауданынан кетіп қалады. Оның кетіп бара жатқанын 4 жаяу патрульдік полициясы қызметкері байқайды. Бірақ олар сол кезде оны атқыш деп күдіктенбей мән бермейді. Роджер өзінің ашуын жалғастырып, бірнеше жаяу жүргіншіге оқ атып, көлігімен басқаларды соғады. Соңында ол шабуыл кезінде 12 адамды, 6-ауын оқпен, 6-ауын көлігімен жаралайды. Қарсыласудың соңына таман Роджер Акорн саябағының жанында 3 шерифпен тағы бір атыс болады және ол сол жамбасынан оқ жарақатын алады. Ол қашып бара жатып, көшеде Кит Чонг есімді велосипедшіге соқтығысып, оны ауыр жаралайды. Содан кейін ол дәрменсіз болып, өз-өзін атып өлтіреді. Оқиғадан соң келесі күні полиция тексеру үшін Роджердің пәтеріне барып, Хонг, Чэнг және Вангтың мәйіттерін табады. Роджердің YouTube желісіндегі соңғы видеосы кісі өлтіру оқиғасынан кейін веб-сайттан жойылады. Дегенмен оны басқа пайдаланушылар көшіріп алып, қайта жариялағандықтан кеш болды. Оның сегменттерін бірнеше жаңалық желілері, соның ішінде ABC News, CBS News, NBC News даулы түрде пайдаланды.
Керісінше Fox News бейнені толығымен көрсетуден бас тартып, оның орнына 5 фотосуретті көрсетті. Бейнероликтің эфирге шығуына қатысты дауды Сюн Хью Чомен салыстырады. Өйткені ол Вирджиния Тех университетінде өз өмірін қимас бұрын 32 адамды өлтіріп, 17 адамды жаралаған еді. Роджер сияқты Чо өз ашуын жасамас бұрын өте егжей-тегжейлі манифест пен бейнелер сериясын жасаған еді. Бұл бейнелер қырғыннан кейін жаңалықтар арқылы қайта-қайта көрсетілді. Бұл да дауларға және көшірме қылмыстары туралы қоғамдық алаңдаушылыққа келді. Қылмыстық оқиғаның ертеңінде құрбан болғандардың құрметіне шам жағылған мемориал өтті. Осыдан кейін 20 мыңнан астам адам қатысқан Хардер стадионында еске алу рәсімі өтті. Кристофер Майклс Мартинестің әкесі Ричард Мартинес саясаткерлер мен кісі өлтіру әрекетіне жол берген үшін ұлттық қару қауымдастығын айыптады. Денсаулық сақтау жүйесін жетілдіру жаңартылды. Кем дегенде 2 конгрессмен тақырып бойынша талқылаулар мен заң жобаларын шақырды. Сыни назар Роджердің 30 сәуірде полициямен сұхбатына аударылды. Онда ол өзінің шабуылын жоспарлап, қару сатып алса да басқаларға қауіп төндірмейтініне полицияға сендіре алды. Нәтижесінде Калифорния заңгерлері полиция егер адам өзіне немесе басқаларға қауіп төндіреді деп есептесе, оның отбасы мүшесінің өтініші бойынша оның атыс қаруын тартып алуға рұқсат беретін заң қабылдады. Қару құқығын қолдайтын топтардың кейбір сындарына қарамастан заң 2016 жылы күшіне енді. Роджердің ашу ызасы көшірмелік қылмыстардың ешбір елеулі оқиғаларын шабыттандырмаса да, ол Орегон штатындағы Розбург қаласындағы колледжде 2015 жылы болған ең қанды қырғынға дем берді. Кристофер Шон Харпер Мерсер есімді 26 жастағы студент жазу сабағында 2 тапаншамен оқ жаудырып, профессорды қосқанда 9 адамды өлтіреді. Содан кейін ол полиция қызметкерлерімен атыс кезінде жараланып, өз-өзіне қол жұмсайды. Қанды қырғын кезінде Харпер Мерсер бір студентке полицияға жеткізу үшін пакет берді. Пакетте Харпер Мерсердің Роджердің ашулануын және басқа да жаппай өлтіруді зерттегенін растайтын жазбалары болды. Роджер сияқты Харпер Мерсерде диагноз қойылмаған Аспергер синдромы мен басқа да психикалық денсаулық мәселелері болды және өзінің жалғыздығы туралы жазды. Кісі өлтіру кезінде Роджер 21 ғасырдағы көптеген өлтірушілерден айырмашылығы әртүрлі қаруларды қолданды. Алдымен ол өзінің достары Чен Юан Хонг пен Чеңді және олардың досы Уэйхан Вангты 2 пышақпен пышақтап өлтірген. Содан кейін шабуыл кезінде ол құрбандарын CIG Sauer P226 немесе Glock 34 жартылай автоматты тапаншасымен атады. Және 2009 жылы қара түсті BMW 328i көлігімен қағады. Оның бастапқы жоспары Хонг пен Чеңді өлтіргеннен кейін мүмкіндігінше көп адамды өз пәтеріне тарту және оларды жасырын түрде өлтіріп, басын кесу болды. Содан кейін Аль-Фафи соррлық үйінде қырғын жасау болды.